Сәлем достар, бүгін мен сіздерге календарға немесе кез келген PNG форматтағы рамкаға фотоны қалай қоямыз. Качественно артқы фон бер жағына шығып қалмайтындай. Мысалы, мына календар таңдаймыз. VIP каналда осындай календарлар, рамкалар өте көп. Сол жерден алсаңыз болады, тіркелмесеңіз, маған жазсаңыз, мен сіздерге жолын көрсетіп жіберемін. Осылай кез келген календар таңдап аламыз. Сосын бізге PicsArt программасы керек болады. PicsArt программасында мында мысалы былай жасаймыз. Добавить деп басамыз, сосын холсты дегенді басамыз. Содан кейін стрелканы басып далее дейміз, галочканы басып редактировать дейміз. Содан кейін кез келген фотоны таңдаймыз, өзімізде сақталған. Мысалы, мына фотоны аламыз. Добавить деп басып, бірінші фотоны былай үлкейтіп, өзімізге керекті размерге келтіріп аламыз да. Содан добавить деп фото басамыз. Сосын жаңағы календарымызды таңдаймыз. Көріп тұрғаныңыздай фото артқы фонда қалып қалады. Бүйтіп көтеріп, оны үлкейтіп, кішірейтуге болады артқы фонды, главное двигать етіп. Сосын сохранить деп басамыз да. PNG форматты сақтаса болады. Болды, назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Әсем.